Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Кариб каналы. Бүгін мен сіздерге Арман Пирманов немесе Пирманов дей беремін достар. Арман Пирманов жайлы өз ойымды айтатын боламын. Бұл ешқандай хейтерлік және тағы басқа емес, просто Арман Пирманов туралы өз ойымды айтатын боламын. Сіздермен бірге Кариб каналы, біз бастаймыз. Достар, айта кеткендей, біз бүгін Арман Пирманов жайлы сөз қозғайтын боламыз. Арман Пирманов Қазақстанның танымал блогерларының бірі. FIFA ойыны арқылы танымал болған болатын, әртүрлі челлендждар орындап. Каналында 150 мың немесе 140 мыңнан астам подписчик бар. Алекезетпен немеде оған нашар қатынасқа білетінде туындаған, қазір қандай ара-қатынаста екен мен білмеймін. Және де айта кететін жайт достар, Арман Пирманов туралы өз ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Және де лайк басып, колокольчик басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Кеттік Арман Пирманов жайлы. 8 жылдың қыркүйек айының 13-інде Арман Пирманов Алекезетпен нашар қатынасқа туындады. Сол туралы біз қазір сөз қозғайтын боламыз. Мен Арман Пирманов жайлы ойым, былайша айтқанда маған, в принципе, бәрібір. Бірақ оның стримдарында боқтап, және де видеоларында бір-екі рет темекі өрінген. Қазір сол жерді мен көрсететін боламын. Көргендеріңіздей, Айкос темекісі және стримдардың біреуінде, мен есімде бар ма? Бар негізі, бірақ ол шындық па өтірік па точно білмеймін. Білетіне кәдімгіде темекі шегіп отырған. Бұны мен, достар, оны көретін көбінесе кішкентай балалар. Негіз Қазақстан блогерларын барлығын көретін ол жас балалар, 12-13 жасқа дейінгі. Олар бұны көріп жаман ойға туындайды достар. Сондықтан мен бұны нашар деп санаймын. Және ол стримдарында, видеоларында, көп боқтайды достар. Мен қазір сол жерлердің біреуін көрсетемін. Достар, мен музыканы ұшып сайын. Жаздым конкретно жаздым. И конкретно сен қызың маған жауап бер, түсің ба? Жауап бер, конкретно қызың жауап бер, түсің ба? Жерсей скрин. Скрин жіберсең, қолтаңым жеймей ма, долбоеб, сука. Сука, пиздец, сен че қандай, басты кетір отырсың, қолтаңым жеп нерді шай. Достар, осы жер сіздерге толықтай жетеді деп ойлаймын. Және де Арман Пирманов жайлы менің ойым, нейтрально былайша қарағанда, вроде ол жақсы блогер, Қазақстан блогерін дамытып жатыр, бірақ вроде ол көп рет тіреседі, басқа блогерлармен тірескен, көп рет білмеймін, әйтеуір бір-екі рет точно тірескен блогерлармен боқтайды өте көп рет, және өздеріңіз көрдіңіздер. Темекі пропагандировать етпейді, конечно, бірақ темекінің видеоларында бір-екі рет көруге болады. Ол очень редко, бірақ көруге болады. Сондықтан бұны көретін жасөспірім балалар бұны нормально деп ойлайды. Ал бұл негізі нормально емес. Тіптен бұл круто деп ойлайды өзін, мой күшті болам деп. Бірақ ол негізі олай емес. Сондықтан достар, Арман Пирманов жайлы мен ойым осындай. Ол Қазақстан жақсы блогері, бірақ оның өмір сүруі, темекі тартуы, боқтауы бұл өте нашар негізінен. Өте нашар болады. Особенно егер бұны видеодан бөлек жерде болса, видео стримдардан бөлек. Бірақ бұл видеоларында стримдарында 2-3 рет точно болған достар. Так, достар, комментарийға Арман Пирманов жайлы өз ойларын жазып кетіңіздер. Ал мен конкурс жайлы айтқым келіп тұр достар. Конкурс, бірінші орын 2000 теңге, екінші орын 1000 теңге, үшінші орын тегін пиар достар. Оның барлығын сіздер былай өте аласыздар. Біріншісі ол каналға тіркелу, екіншісі лайк басу, үшіншісі комментарий жазу, төртіншісі поделиться кнопкасына басу, бесіншісі қоңырау шалды, колокольчикті қосуыңыз керек. Және де осы 5 шартты орындаған адам достарына бұл видеоны жіберген, лайк басқан, тіркелген, комментарий жазған, және де колокольчикті басқан адамдар автоматически осыған қатысады. Егер бұл шарттың біреуі орындалмаса достар, онда сіздер қатыспайсыздар. Және де айтып кеткендей, бірінші орын 2000 теңге, екінші орын 1000 теңге, үшінші орын тегін пиар. Сіздермен болған
Кариб каналы қош сау болыңыздар.